Қазақ баланы санамайды, және санын айтпайды. Қалжа жемеген әйелдің баласы ынжық, болбыр, икемсіз болып өседі. Баланы бесікке саларда ешкім сөйлемейді. Егер біреу сөйлеп қойса, бала жылауық өскенде өсекші болады. Сәби шалқасынан жатып башайын тістесе, оны үйірін шақырып жатыр деп ырымдайды. Яғни оның соңынан тағы бір бала келеді деген ұғым бар. Сәбидің қырқынан шыққанда қарыншасын алмаса, қарғысы қатты болады. Балаға қарғыс өтпеу үшін оны 3 кемпірдің бұтынан өткізіп алады. Үйге кіріп келе жатқан бала есік алдына құлап қалса, үйге береке, ырыс, байлық келеді. Оны төрге апарып 3 рет аунатады. Жүкті әйел шашын кессе, іштегі бала кемтар болып туады. Бала шалқасынан жатып ұйықтаса, елге белгілі азамат болып өседі. Бүк түсіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады. Етпетінен жатып ұйықтаса, ойшыл болады. Балаға асық етін мүжітпейді. 6 жыл аш болсаң да асық етін мүжіме деген бар. Бойы өспей қалады деп, жас балаға бұғана ұстатпайды. Есіктің тұтқасын жуған сумен көз тиген баланың бетін, 2 алақанын, 2 табанын жуса, тәуір болып кетеді. Қалы үлкейіп кетпесін деп, қалымен туған балаға Қалдыгүл, Қалдыбай деп ат қояды. Аты сүріншек болады деп, балаға төстің сүріншегін жегізбейді. Жеңілтек болады деп, қыз баланы қырқынан ерте шығармайды. Толғағы қатты болады деп, 2 қабат келіншекке толарсақ жегізбейді. Жас босанған әйел 40 күнге дейін қолын суық суға малса, баласы тасбауыр болады. Бөбек мезгілінде еңбектемесе, оның бауырынан тағам толы табақ өткізеді. Сонда тез еңбектеп кетеді. Сәбидің тілі мезгілінде шықпаса, нағашысының үйіне апарып, бір қойды сойдырып, соның көтеншегімен буындырады. Бесіктегі баланы бейуақытта далаға шығармайды. Және бейуақытта бесіктегі баланы үйде жалғыз қалдырмайды. Бесіктің бетін ашық қалдырмайды. Бос бесікті тербетпейді.